Жүрші. Жүрш дейме. Қайдағы жүрш? Қайдағы жүрш? Ұялмайсың ба? Тапа-тал істен массың. Қума қайдағы мас, мен ішкен жоқпын деймін. Қалай ішкен жоқсың? Әрең жүрсің ғой сен. Әрең жүргенде мен өше ішкен жоқпын. Ішкен жоқпын мен. Натур ішкен жоқсың ба? Натур ішкен жоқпын. Мен жұмыстан кетірмін, шаршап кетірмін. Қайда жұмыс істейсің? Поезда, вагон, ресторанда официант болып істеймін. 15 күн ұйықтаған жоқпын мен. Тұра жүрміш. Оғады екенсіңдер ғой сендер. Қайда онда отырасың сен? 15. 15 мына жақта емес пе? Үйге баратқан жоқпын. Қалай қарайсың? Алиса, где Дышагай? В вашей спальне. Кичер киміз қайда айтқан здесь вас тебе. Алиса, ты знаешь по-казахски? Пока что я освоила только русский. Как тебе не стыдно? Қазақша білмейсің, қазақ жерінде тұрып алып, қазақ қалың күс емессің бе, ұялмайсың ба? Ұятай, масқара. Алиса, у меня такой вопрос. Ты держишь пост Рамадана? Нет, а должна была? Я да kimisi Müslüman bilsin be. Алиса, когда закончится весь мир? Через 25 минут. Каждому по факту рядом нужен человек. Барлықтарыңа сәлем. Адамдардың 98%-ын ойландыратын бір сұрақ: туған күн істемей, қақтыр жасаймай деген сұрақ уайымдатады, ал қалған 2%-ын маған похуй дейтіндер бар да, короче, оны қойшы. Содан кейін мынандай сұрақ: қаяқта сен караоке, мен білмеймін, хата, блин, коттедж, там таныс болу керек по-любому. Оны шешіп болғаннан кейін счет. Бәрін уайымдататын сұрақ ол счет. Блин, счет так, 5 мыңнан алып қойса, адам басы 30 адам, 150 мың, өзім 50 мың қосам, 200 мыңға счет жауым, нормально. Дейді, ойлайды да, бірақ никогда ол план іске аспайды. Ол соңында счет либо асып кетеді, либо тағы бір нәрсе, қораға кіресің, ломбард, бір нәрсе жабасың, әйтеуір ол счет. Андайлар бар, арасында 5 мыңнан жинайсың ғой енді адам басы. Бля, брат, 3 мың теңгем бар, серьезно айтам. Сол үшін қателеспей, кімнің туған күні келетір, заранее пландап, бәрін дұрыс четко. Нет, Готтың қыш сен туған күн карантинда ғой. VR дейтін ғой, VR дейтін ғой. Короче, анық көресің жан-жағында. Живой көресің. Қош? Серьез айтам. Кеп көресің да? Күшті, Иә. Заман дамып жатыр, кәдімгідей. Конечно, 21-ші ғасыр ғой, технология дамып жатыр ол қазір. Сонда жаным бір өзің көре бер, мен қазір келем. Есімім Зарина. Сіздің есіміңіз кім, жігіт? Вальсті күшті билеген. Вальс күшті билеген. Кіммен билеп жатсың сен? Не болды? Кіммен билеп жатсың вальсті? Ешкіммен билеп жатқан. Акпеш демес сен. Ойын ғой. Құш бар Ой, сен тасташы ба мен енді. келіншегіммен билеп жатқан? Ой, жауап қоя қойсайшы енді. Кичу ағай. Тасташы егер осы оны. Қанша рет қайталап айтамын, жігіт мүгіт ұмытасың қарындасым. Ертең 22-ке толасың, смело жүре бер қалаған. Аға өстім ғой. Өскенесі 2000 жылғы емессің ба сен? Әлі 19-дасың. Ертең асықпай тол, смело жүре беретін боласың. Жан болдыңыз ба? Мысалы менің қызым қара әп-әдемі, мысалы үлкен болды осы. Қаншадасың мысалы? 2002. 2002. В общем, ұнамайды, сен маған кішкентай болып көрінесің ба? Ешқандай жігіт мүгіт ұмытасың. 2002-сің ба не сен? Қойш? Аған қайда қарап жүрсің? Точно 2002-сің ба? Қарындасың қабағы ашылмаған ай, қабағыңнан айналдым қарындасым ай. Сендер ағалармен ойнайды екенсіңдер, мына жерде кім жүреді, кім жүрмейді, мен өзім шешем. Кандагарда болған білесіңдер ма? Кандагар деген Афганистанда болған мен. Сендер мына ойыншық танкілерін өз көзіммен көрген кәдімгі. Аты, сақтама, мынандайлардың шынын ұстаған мен кәдімгідей. Жігіттер. Жігіттіге жұмысқа жүрмін, не істейсің? Сенбеңдер бұған өтірік айтып отыр. Ренжімеңдер. Сенбеңдер. Сенбеңдер, қайтынар, не жердің? Қайтынар. Пайыз әншілер черткен, түгел эстрада әншілер черткен, 90% әншілер черткен. Үйленгенде бірінші ай. Алло. Зама.
Қалаға шықсай, Все, шығам, давай. Жан, мен кеттім қалаға. Болды жан, аман есен келсеңіз болды. Давай. Арада 5 ай өтті. Жан, не ғой мен балдармен қалаға шығып кетейші, аға? Жан, точно 9-а келем, отвечай. Точно ма? Точно, аға. Все, онда, барып келдім. Ойбай, 3 жылдан соң. Аяна, алшына балам өзі қысып тұрған кезде адам өзі. Алло, жеге. Сендер де қоймайды екенсің. Қала деп адам өзі туалетке шыға алмайтын кезде. Осы қойды, адам бала шағасын ойлап отырған кезде. Қалайсың, досым? Нормально. Дерзкий куртка киіп алыпсың ғой? 120 мың қалдым ғой, прикинь. Қойшы, жұтқызбашы үстіме. Нан ұрсын, 120 мың қалдым. Еще 50% кетпейін алды. Алаяқ. Қалайсың, брат? Амансың ба? Нормально, ол қақта ясың? Сол мөлдірмен кездесіп келатқам. Сол мөлдірмен кездеспей қойшы, оке, мен саған қанша мөрет айтам, ол дейтін болмайтын қыз, арты таза емес. Қылма сен, нормальный қыз ғой. Биллахи, айту. Алаяқсың, алаяқ. Досым, қалайсың? Нормально. Брат, 20 мың теңге қарызға шықпай ма? Срочно еріп көтіреді. Барай, неғып ұстап жүрмін, соң кезде бар ғой. Вообще ақша бұл жүрген жоқ, досым. Сенсең де, сенбесең де түн жамылып тұрмын ғой. Алаяқсың, алаяқ, алдансам да. Алло, мөлдір. Че там, детка, кездеспедік па? Алаяқсың, алаяқ, алдансам да мен талаяқ, жүрегім. На стене в твоем подъезде я пишу тебе письмо. Начинаю на 10-м, а закончу на 8-м. Ты обычная девчонка, я не принц и не герой. Жан, қалайсыз? Жақсы, жаным. Өзің қалайсың? Жақсы. Маған просто таксилықтар бер жердіз бе? Рахмет. Оқасы жоқ па, тақа? Саған ұнаса болды ғой? Ұнағанда қандай? Не үшін сонша әуре болдыз? Жан, қойшы, сақ тек нәрсе ғой. Қатты әуре болған жоқпын, бәрі нормально, менде уайна ғой. Жан, рахмет. Сіз сондай күшті жігітсіз. Сүйдім. Пока. Қыз деп өлетін болдық қой. Baby, кто тебе сказал? Baby, я тебе не врал. Екеуін біреуіне алтын алып берем деп едім, екеуі жарысып үй жинап отыр ғой. Күн жарысып жатыр. Ешкім жарысып жатқан жоқ, күнделікті істейтін нәрсем ғой. Мен де жарысып жатқан жоқпын. Просто күнде жұмыс істеп шаршап қалдық, соған кішкене көмектесейін дегенім ғой. Ой, мама, жата беріңіз, партнерім өзім ақсын. Осы бөлме ғана қалды ма, бітіре салыңыз, болды сонымен тез-тез. Әкеліңіз, мама, мен өзім жуа саламын. Негізі қыздармен ойнап айтпын, мен ешкімге ешқандай подарка алтын берейін деп тұрған жоқпын. Прикол ғой. Қыздармен ойнап айттым ғой, прикол ғой, не болды? Давай, сен, давай, прикольчик. Сенің жағымсыз досың. Малсың ба? Не ап артын басы киіп алғансың ананы? Бауын шешіп жүресің ба? Киіп аласың ба? Родной канал, кино Аяжанда қыз көріп қалады білесің ба? Малсың ба, мо? Не үшін айттың? Қош. Малсың ба, мо? Қолтығын айыр жергесің. Кеше темек шегіп тұр, қызың бетіне өпіргесің ғой. Чё там, родной, орыс қыздармен таныстырсақ, кружка, пиво, чё там, Людмила дегіз қойшы. Не қарап атсың мен? Просто киімдер тастап кетеді. Мынаны содан алған ғой алдым. Ана шеттегі мусордан ше. Әпше, балаңыз темек шегіп жүр ғой жаңа. Айбай! Бала, сен әлі ноутбук шығып отырсың ба? Таңғы сағат 4 болды, тасташы, сабағыңды оқшиш. Ой, мам, қайдағы сабақ? Маған сабақтың дым қатысы жоқ, мен футболист емеспін, мам. Не айтып отырсың? Футбол саған нан бола ма? Мам, нан бола ма деңіз, айына 300 теңге аламын ғой футболдан. Мына қаншама көбік футболдан, мам. Қайдағы сабақты айтып отырсың, мам? Да, футбол емес та жетістігім ол менің. Сен осы келін әкеліп қаша мені қуантасың? Жай сөйлесеңші, келініңіз ана жақта ұйықтап отыр, 2 жыл болды ма үйленгеніме? Не айтып отырсың? Жоқтасың да келініңіз. Не айтып отырсың?
неге ол просто так ұйықтап отыр? Сендер маған немере қашан сыйлайсыңдар?